Ер адамдар кетіп жатыр, инсульттан, инфаркт болып, инфаркт келіп кетеді. Тромб жұлып кетті де, таңертең тұра алмай қалды. Кімде мысалы инфаркттан өліп кеткен таныстар бар ма? Бәрі де білеміз. Ой, ана кісі қайтыс болып еді, жап-жас еді. Ой, ана кісі қараттан қарап жоқ өліп кетті. Неге? Инфаркт болып қалды, жүректен ғой деймін деп айтады. Ал неге қараттан қарап өліп кетеді? Потому что жаңағы біз жеген Қытайдың печеньяларын, кәмпиттерін, сахар жейміз, 3 қасық саламыз, сүтпен шай ішеміз дегендей. Оның бәрі сосудтарды бітеп тастайды. Бляшка деген нәрселер бар. Сосын қанымыз қою болады. А қою қан не істейді? Тромб болады. Қолды кесіп алғанда үйіп қалады ғой. Сол сияқты ішіндегі қан үйіп қалады да, тромб сияқты болып жабысып қалады да, қанды жүргізбей қояды. Ол жұлынып қалып барады да, біраз бір сосудта тіреледі де, қан вообще жүрмей қалып, адам өліп кетеді. Ал ол неліктен болады? Мына кісінің бірдеңе беріпші, капсула ма? Или сіз көзіңізді жұмған кезде жақсы естисіз ба? Кейбір адамдар, мына даусың сенің қандай керемет, ұйқың келеді, айтып тамай деп айтады. Сондықтан мынаны енді дұрыстап түсініп алыңыздар. Неге инфаркт болады? Неге инсульт болады? Біліп алыңыздар. Инфаркт деген жаңағы жүректің клеткасы кислород жетіспегеннен, мына жерде ауа жетіспей, терезені ашып қойыңызшы, кислород жетіспей жатыр. Сосын витамин, микроэлемент, калий деген нәрсе жетіспей, магний деген нәрсе жетіспесе клеткаге, жаңағы жасушаға, ол өліп қалады. Осыны инфаркт дейді. Ал ол неге өліп қалады? Жаңағы сосудтар бітеп қалды ғой. Сол қанмен ана жерге бармайды қан. Сосын неше түрлі қазір операция жасап жатыр, шунтирование, тесіп, ана нені тамырды бұрып нетіп шығады, бітеліп қалады. Сол клетка өліп қалады. Осыны инфаркт дейді. А ол неден болады? Неге жаңа причинасын түсіндіңіз, ішіндегі тамырлардың ішін бляшкамен бітеліп қалады. Маған да біреу бір, әй қыз. Так. Жеңіңіз кетіп кетті ма? Вот, маған да сөйтіп берген, енді мен көзім ашылып, мынау енді жақсы айтып жатыр деп, ол кезде врач емес, қазір бухгалтер айтып отырған. Мен сосын ғой тыңдамадым, бухгалтер не біледі? Бірақ қызық болды, өзім көзім ашылып тыңдағым келіп кетті де, ары қарай мынау енді мен қарапайым сөзбен жеткізгім келеді, медициналық сөзбен емес, ана тамыр бітеліп қалып, клетка өліп қалады. А мына нәрсе деген, бұл кардио деген как раз сол сосудтарға, тамырларға арналған, ішінде сондай аминокислота дейді, L-аргинин деген амин қышқылы. L-аргинин деген соны зерттеп тапқан үшін врачтарға Нобель сыйлығын берген. Осында аминокислота бар екен. Ол аминокислота уже 40 жастан ондай көп болмайды организмде. Сосын ол аминокислота не істейді? Ол газ шығарады. Газ деген не білесіз ба? От жағып газ қоямыз ғой қазанның астына. Сондай газ, бірақ мына ағзамыздағы ол басқаша кішкене. Оксид азота дейді. Оксид азота газ. Ол газ арқылы мына клетка кислород жетіспей жатыр ғой. Ол миға сигнал бере алмайды. Газ арқылы береді. Ой, мына кислород жетіспей жатыр деп миға сигнал беретін сол газ. Сол жоқ болса, клетка өліп қалады, инфаркт болып қалады. А ол газ қалай сигнал береді? Оксид азота газ моментально сигнал береді. Мозг компьютер ғой біздің. Ол организмнің бүкіл резервный нәрселерді жібереді. Срочно десант жібереді. Мен военный болғасын. Спецназ деген нәрсені организмнің десантурасын жібереді. Срочно жерге кислород жеткізін деп. Организм мобилизация етіп, жерге қанды жүгіртеді, басқа жолмен бірақ жеткізеді. Сол кезде инфаркт болмайды. Мынау деген керемет нәрсе. Ал енді инсульт деген нәрсені түсіндірейін кішкене.